Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі пәніміз спорттық қондырғылар мен тренажерлар. Яғни дәрістің мақсаты мен міндеті спорттық қондырғылар және тренажерлар пәнін оқытудың мақсаты спортпен айналысуға арналған жобаның жалпы негізін оқыту, құрылыс, спорт жабдықтарын жөндеу және қолдану. Сонымен қатар өндірісте емдеу және сауықтыру жабдықтары мен мекен-жайы бойынша базаларды спортпен шұғылданушыға кең спорттық көпшілік жұмысты жүргізу. Яғни бұл пәнде өзіміз өткізіліп жүрген күнделікті залдарымыз, спорт секциялар жүргізетін орындар, арнайы стадиондар, сол туралы болмақ бұл лекциямыз. Яғни адамға, айналысушыға қажетті спорттық құралдардың салыну ережесі немесе едендер мен ғимараттардың сапасы жағынан айтып шолып өтеміз. Жабық спорт құрылыстары. Жабық спорт құрылыстарында дене тәрбиесі мен спорт сабақтары негізінен ғимарат ішінде өткізіледі. Негізгі жабық спорт құрылыстарына жеке залдар, манеждер, спорт ғимараттары, спорт сарайлары мен жабық стадиондар жатады. Спорт залдар. Іс тәжірибелік дене тәрбиесі сабақтарымен бір немесе бірнеше спорт түрлерінен жарыстар өткізілетін 1000-1200 метр квадратқа дейінгі аумақты мекемені спорт зал деп атайды. Бірнеше спорт түріне арналған жабдықталған залдар әмбебап деп, ал бір немесе ұқсас бірнеше спорт түріне арналған залдар арнаулы деп аталады. Спорт залдардың ауқымы мен олардың бағдары, спорт залдары көлемі жағынан оқу жаттықтыру сабақтары мен жарыстарға толығымен лайықты болуы тиіс. Тағайындалу жағынан залдың биіктігі, ұзындығы мен ені анықталады. Яғни жоспардағы ойын залының көлемі салынып жатқан ойын алаңының көлемімен кем болмауы керек. Ойындарға арналған спорт залының биіктігі доптың кедергісіз ұшуына жағдай жасаумен, ал гимнастикалық залдарының биіктігі жарыс ережесіне байланысты дөңгелектердің іліну ұзындығының дұрыс болуына байланысты анықталады. Залдардың көлемі сондай-ақ жаттықтыру мен көрермендік ойындарға жіберу қасиетімен анықталады. Және құрамында осы зал қамтылатын спорт ғимараттарының немесе басқа да ғимараттың технологиялық сызбасын құру барысында қарастырылады. Қазіргі кезде кең ауқымды спорт залдары мен кең қолданысқа ие бұл 24-42, 12-24 метрге дейін. Кей жағдайларда жекелеген жобалар бойынша үлкен көлемде салынды. Спорт залдар мен мекемесінің терезелері қалың шыныдан салынады. Зал еденінде жарық біркелкі түсу үшін мүмкіндігінше екі жақты терезе болуы тиіс. Жаттығу залдары 9-18 болуға қажет. Екі жақты табиғи жарықтандыру үшін ұзын қабырғаға терезелер орнатылады, ал жарық мол түсу үшін қарсы қабырғаға қосымша терезелер орнатылады. Жарықтың түсу бағыттары бойынша спорт залдарының негізгі терезелерінің залдары құрылыс жүріп жатқан орынның ерекшелігіне байланысты анықталады және жергілікті жер талаптарына байланысты таңдалып отырады. Спорт залдар терезелерінің солтүстік бағдары оның ешқандай табиғат аймағына сәйкес келмейді. Өйткені жылдың барлық маусымдарында табиғи жарық беру жеткіліксіз болады. Әр күн сәулелері мекеме ішіне түспейді. Ең қолайлы табиғи жарықтары жыл бойына солтүстік және орталық аймақтарда тұрақты болады. Яғни, олар оңтүстік-шығыс бағдарынан жақсы түседі. Батыс және оңтүстік-батыс бағдарынан кешкі уақытта күннің кешкі шапағы жарық береді. Оңтүстік аймақтарда 45 градус таяу терезелердің солтүстік және солтүстік-шығыс бағдарына ұсынылады. Біздің еліміздің оңтүстік аудандарында терезені үлкейтіп салудың қажеті жоқ. Бұл солтүстік аймақтарда айтылады. Кейбір жекелеген спорт мекемелерінің қолайсыз бағдары болған жағдайда осы қолайсыздықты реттейтін бірнеше шарттарды ұсынуға болады. Яғни оңтүстік-шығыс және батыс бағдарындағы спорт ғимараттарын күн сәулесі әсерінен ысып кетуден сақтау үшін терезеден 5-10 метр қашықтықта жапырақты талдар отырғызылады. Оңтүстік бағдар жағдайында ғимарат бұрышына 2 метр шығып тұратындай етіп, терезенің жоғары жақтауына күннен қалқан жасауды қарастырады. Барлық жағдайда біркелкі жарық түсіріп,
тұратын және ыстықты ұстап тұратын матадан перделер түту қажет. Күннен қорғаныш ретінде сол сияқты жалюзилер қолданылады. Спорт залдарының құрылымы, қабырғалар, тіреуіштер, бөлмелер және арқалар, оған жалғасқан және қысылып салынған жабдықтардың баскетбол қалқаны, гимнастикалық шеңберлер тағы да басқа бекіп тұру үшін қолданылады. Залдың ішкі жағында едені 2 метр биіктікте ешқандай артық тұрған жартылай үстін қалқандар болмауы тиіс. Есіктерде артық еш нәрсе болмайды. Қабырғалар, есіктер доптың қатты соққысына шыдауы тиіс. Спорт залдың есігі мен құрал жабдық бөлмесінің есігінің 1,5-2 метр болуы тиіс. Залдың қабырғасына жалғаса соғылған киім ауыстыратын бөлмелердің есіктері залдың осьтік сызығына 3 метрдей қашықта орналасуы тиіс. Терезе әйнектерде доп соққысына шыдамды болу керек, немесе тормен қоршалу керек. Егер тез сынатын әйнек салынса, онда түрлі қорғанышты заттармен қоршалады. Спорт ойындарына арналған және әмбебап спорт залдарының, шахмат пен дойбы залдарына басқа жабдық ілінген қабырғаларын терезеге орнатуға тыйым салынады. Спорт залының едені көлденең тегіс сырғанақ емес болу керек. Сонымен қатар мықты әрі дыбыс ұстағыш қасиетке ие болу керек. Спорт залдарының едендері серпімділік қасиетіне байланысты бірнеше топқа бөлінеді. Еден құрылымын анықтау барысында дұрыс есептеу үшін спортшының салмағының 80 килограмм, ал секіріп қонудың ең жоғары биіктігі 3,5 метр деп есептеу керек. Бұндай биіктіктен қонудағы күш түсу арасында ұзақтығы 0,5-0,20 секунд. Бұндай жағдайда еденге 600-800 килограммға дейін күш түседі. Снарядпен секіріп қонудағы қону орнының едені негізгі еденнен серпімді болу қажет. Бұл жерде барлық толтырылған және түкті төсеніштер нық қонуға жәрдемдескенімен, биікке барынша секіріп қонғанда едәуір күш түсірілетіні ескеру қажет. Қазіргі кезде төсеніш қолдануды қажет етпейтін қонуға арналған арнайы орындар бар. Гимнастикалық залдар жобаланып жатыр. Алайда төсеніштерден мүлдем бас тартуға болмайды. Қазіргі кезде төсеніштердің жаңа түрлері шығарылуда. Еркін жаттығулар үшін арнайы көрпешелер, ал ауыр атлетика үшін амортизаторлы қозғалмалы алаңдар белсендірілген қолданған дұрыс. Бірнеше Еуропа елдеріндегі спорт ойындары және гимнастика залдарда реформ түріндегі едендер көп қолданылады. Ол жалпақ төсеніштерге кокос талшықтарынан жасалып төселген, ені 8-10 сантиметр тақтайлардан тұрады. Бұндай еденнің беті 3 мм және 6 мм қалыңдықтағы тығындаушы қабатпен жабылады. Тығындаушы қабатқа қорғаныш және әсемдегіш қабат ретінде пластикалық құрам жағылады. Бұндай еден жүзгіш едендер қатарына жатады. Мысалы, Австрияда резинке жамылғысы бар едендер, ақш-та тығындаушы паркет пен линолеум, Швейцарияда синтетикалық плиталар мен пленкалар қолданылады. Спорт залдарын желдету бір адамға сағатына 80 метр куб есебімен таза ауа ағымын жіберуге орындалады. Спорт залындағы ауаның есептік жылылығы олардың арнайы түрлеріне қарай +14-тен +16 градусқа дейін, ал ауаның ылғалдылығы 35-60% болу қажет. Ауа ағымымен қамтамасыз ететін желдеткіш жүйесі уақытылы жұмыс істеп тұруы қажет. Желдеткіш жүйесін тоқтатып тұратын электр желісі зал сыртына орнатылады. Әмбебап спорт залдары. Әмбебап залдардың адам қамту қасиеті ойыншылардың сабақтары мен мамандықтарына байланысты болып табылады және бір реттік қамту қасиетінің мөлшеріне сәйкесте анықталуы мүмкін. Мысалы, волейболмен, баскетболмен және гимнастикамен айналысатын екінші дәрежелі спортшыларға арналған әмбебап спорт залының, яғни оның көлемі 24-40, бір мезгілдегі қамту қабілетінің есебіне анықтау қажет. Бұл жерде жаттығатын волейболшылардың, баскетболшылардың мен гимнасттардың қатыстығы есебі белгілі. Бұл есепті шешу үшін алдымен екінші дәрежелі ойыншыларға арналған қамту қабілетін орта есеппен алу қажет. Яғни бұл кестеде көрсетілген 26-28 метр куб. Содан кейін гимнастикаға орналған орташа есеппен шешумен 22-12
метр квадрат. Бір спортшыға арналған зал алаңының орташа мәні осындай. Егер зал алаңын 1008 метр квадрат қамту қабілетінің орташа мөлшерімен бөлетін болсақ, 17 метр квадрат, онда залда бір мерзімде жаттыға алатын спортшылар саны орташа көлемі аламыз. Яғни бұл 17-де 59 адамға дейін есептеуге болады. Едендердің серпімділіктеріне тоқтала кетеміз. Қатты еден, тең емес серпімді еден, бір тектес серпімді ағаш еден, бір тектес серпімді синтетикалық еден болады. Сипаттамалары: қатты еден, бетон, цемент, қара әдемі мастикат тәріздес қатты негізге салынған паркет немесе тақта болады. Бұл қатты еден. Тең емес серпімді еден, бір негізге салынған тақта еден. Бір тектес серпімді еден ағаш еден. Екі ұшты негізде салынған тақта еден. Бір тектес серпімді еден синтетикалық еден. Ол синтетикалық рулондық, монолиттік және тығындаушы бар едендер. Яғни қатты едендерде өткізілетіндер шахмат пен дойбы залдары, яғни тағы да басқасы бар. Тең емес серпімді едендер барлық залдың типтік жобасына қарастырылған. Бір тектес серпімді еден ағаш едендер, яғни барлық залдарда қолданылады, әсіресе гимнастика, ауыр атлетика, семсерлесу залдар үшін қолданылады. Бір тектес серпімді синтетикалық еден барлық залдарға қолданылады. Спорт ойындар залдар үшін қолайлы ол. Әмбебап спорт залдарының ғимарат көлемі. Яғни спорт залының аталымы: үлкен спорт зал үшке бөлеміз, яғни үлкен спорт зал, орташа спорт зал, шағын спорт зал. Үлкен спорт залда өтетіндер ол баскетбол, волейбол, қол добы, теннис және басқа спорттық ойындар, гимнастика мен акробатикада өтеді. Олардың ұзындығы 42, ені 24, биіктігі 8-де 10 метр болады. Орташа спорт залда өткізілетіндер: волейбол, баскетбол, теннис және спорттық ойындар өткізіледі. Оларды ұзындығы 36 метр, ені 18, биіктігі 8 метр болады. Шағын спорт залдар: баскетбол мен волейбол, гимнастика мен акробатикалар өткізіледі бұнда да. Бұлардың ұзындығы 30 метр, ені 18 метр, биіктігі 6-7 метр болады. Арнайы жабдықталған спорт залдар: спорт түрлеріне арналған залдар: бадминтон, баскетбол, волейбол, теннис, үстел теннисі, акробатика, бокс, күрес, яғни бұнда аралас болады күрес залдар. Екі кілеммен жабдықталған болады. Спорт гимнастикасы: ерлер мен әйелдер кезектесіп жаттығатын арнайы жабдықталған топтар. Ерлер мен әйелдер ортақ кілем бар жабдықтар тобы жатады осы гимнастика түрі. Үшінші, толық екі топтық жабдық бар. Бұлар бәрі гимнастикалық залдар. Көркем гимнастикалық көлемі 12-де 12, бір алаңмен жабдықталады. Ауыр атлетика: 4-те 4, 3-те 3 кілемде 3 сахнамен жабдықталады. Семсерлесу: ұзындығы 14 метр, 2 жолмен жабдықталады. Ұзындығы 24 метр, 3 жолмен жабдықталады. Шахмат пен дойбы. Спорт залындағы негізгі жабдықтар қолайлы және жөндеуге тез көнетін болу керек. Спорт залындағы жабдықтарды орналастыру сызбасын қарағанда мынандай негізгі талаптарды басшылыққа алған дұрыс. Бірінші, жабдықтарды орналастыру оқу барысының және жарыстың сол сияқты спортшылардың мамандығы мен жасына сәйкес жүргізілуі тиіс. Екінші, бекітілген гимнастикалық құралдың жұмыс аумағын сызбасымен орнату, орнын ауқымын жаңағы суреттегідей сәйкестендіруіміз қажет. Үшінші, гимнастикада сабақ жүргізуге болатын әмбебап залдарда және арнайы гимнастикалық залдарда зал ортасына еркін жаттығуларға арналған құрал орнатылады. Төртінші, тіреліп секіруге арналған құралды залдың ұзын қабырғасының біріне жақын қояды. Бұнда залға кіретін жақтан жүгіріп келу жағын қарастырады. Бесінші, аспалы темірді әдетте залға кіргендегіден түкпірге қарай көлденең тұратындай етіп орнатады. Аспалы темірді орнатқанда оның екі жағында 4-6 метр шамасында секіруге арналған орын қалдырылады. Жетінші, залға кіргенде алдыңғы жақта брусь, бүрене және ат қойылады. Жабдықта тез жиналатындай етіп орнатады.
Құралдардың орнын ауыстыруға арнайы дөңгелекті арба қолданылады. Гимнастикалық жабдықтар еденге қағылған арнайы ілгіштер шынжыр арқылы бекітіледі. 8-ші, гимнастикалық қабырғаға жоғарыдан арнайы ұзын бруске бекітіледі. Ол ұзын немесе төрге қабырғаға пластикаға қойылған темірге ілгіштермен бекітіледі. Гимнастикалық қабырға төменгі жағынан бұрыштарынан шұрыппен еденге бекітіледі. 9-ші, сырық пен арқанға арналған манерлер сырғыма жол. Төрге қабырғаға 6 метр қашықта параллель орнатылады және жамылғыдан тұрған тіреуіштің төменгі жағына темір ілгішпен бекітіледі. 10-ші, салбырап тұратын лонжалар тіреуіштің төменгі белдеуіне бекітіледі. 11-ші, ескі залдарды қайта жабу құрылымындағы ілінетін жабдықтарды орнатқанда мұндай істің барлық мүмкіншілігін толық тексеру қажет. Шеңберлерді ілуде әрбір тросқа түсетін кеуіктің 400 кг аспауын қадағалау қажет. 12-ші, спорт жабдықтарын қозғалмалы төбеге бекітуге болмайды. 13-ші, залдағы баскетбол қалқандары тіректерге немесе қабырғаларға сол сияқты жапсырмаларға бекітіледі. Ең дұрыс қалқанды темір тіреуіштерге балқытылып жапсырылады. Ілгіш көмегімен жапсыру болып табылады. Оның сол жақта кең шетіне қалқан қойылса, ал оң шетіне жапсырмаға бекітіледі. Бұл темір арқаның көмегімен көтеріңкі түсіріледі және залды басқа спорт түрлеріне де пайдалануға мүмкіндік береді. 14-ші, залдағы волейбол ұстындары гимнастикалық аспалар түрінде керіліп орналасады. Бұл ұстын төменгі жағынан тістеуікпен арнайы қаусырмаға орнатылады. Ол еденге шұрыппен бекітіледі, ал толерепті кермелер еденге темірге бекітіледі. 15-ші, залдағы гимнастикалық шеңберлер ұзын қабырғадағы ұзындығы 2x2, 5x8 метр биіктікке консолдарға бекітіледі. Консолда диаметрі 100 метр темір трубаларын жасайды. Қазіргі кезде тіреуішті арқандай шеңберді консолға серіппе арқылы бекіту көп қолданады. Серіппенің қаттылығы аспал грифінің қаттылығына тең болу керек. 16-ші, залдағы сахналар, кілемдер мен рингтер алаңа тиімді пайдалану принципімен қойылады. Жеке сахналар, кілемдер мен рингтер арасындағы өтетін жол 1 метрден кем болмауы керек.